болған оқиға ізімен. Үйге сасқалақтап кірген 15 жасар бала жігіт бүк түсіп жатқан шешесінің қасына жантая кетті. Апау, көңіліңізге кірбің ұялағалы бір апта болды. Мұның себебін айтқыңыз келмей ме? Несін айтайын? Менің бұл қобалжуым бәріңе аян. Самат қашан келіншек әкеліп, мені бұл сарсаңнан босатар екен деген ойымнан жүрегім ауырады. Аған ғой, сырласып көрсеңші. Бәлкім саған бірдеңе айтқан болар, деп бар денесімен кенже ұлына аударылды. Сізді қуантқым келеді, бірақ ағам маған жағашпа деп қатаң ескерткен, деп шешесінің сұраулы жүзіне қарай алмай кібіртіктеген қанат көздерін тайдыра берді. Кіші ұлынан сыр үзіп ала алмасын білген Шұғыла қайта орнына жата кетті. Терең ойға шомып кетті. Үлкен ұлының сырына әбден қанық. Тіпті ұнатқаны барын да сезеді. Ол осы ауылдағы әкімнің қызы Раушан болатын. Бірақ неге айналшықтап жүргені белгісіз. Әлде қызбен арасы үзіліп қалды ма екен? Жасы да келді. Енді қашанғы жүрмек деп алаңдаған шеше бұл сұрақтың жауабын таба алар емес. Кешке келген соң ортаға алып сөйлеспек болмас деген Шұғыла жастықтан басын жұлып алып асханаға кіріп кешкі қамына кірісіп кетті. Апа, мен келдім деген Самат үйге көңілді кірді. Шұғыла бір жақсылық боларын сезгендей көңілі жадырап, дастархан жайып, отбасы мүшелерін түгел кешкі асқа шақырды. Самат, жарығым, мені қашан қуантпақ ойың бар деген анасының күнде жауапсыз қалатын сұрағына Самат көңілдене. Апатайым, сандығыңды ашып, жібегіңді шашып, той қамына кірісе беріңіз. Раушанды ертең алып қашамын. Ертең? Алып қашамын? Ойбай-ау, ертеңге қалай үлгеремін, а? Деген күйі қуаныштан қобалжыған Шұғылаға ас батпады. 5 жыл бұрын дайындап қойған сый-сияпат, киіт, шапандарын түнде тағы бір түгендеп шықты. Бүгін бұл шаңыраққа көптен күткен келін түспек. Қыз Жібек пен Төлеген де қостасып жүретін Самат пен Раушанға бәрі қызыға да қызғана да қарайтын. Самат қас қарая жолдастарымен Раушанның үйіне аяңдады. Өздеріне ғана аян ысқырыққа салып, келіскен уәде бойынша келіп тұрған жігіттер Раушанды ұзақ тосты. Телефон шалып еді, сөндірулі. Самат шын сасайын деді. Үй іші келіншек әкеледі деп тосып отырған есепке алсақ, жалғыз өзі барса, туған туыстың бетіне қалай қарамақ? Бір кезде телефонына хат келді. Қолдары дірілдеген Самат дереу ашып оқыды. Өз көзіне өзі сене алар емес. 2 жыл бойы сезімдеріне сызат түсірмей, сенген ғашығы 3-ақ ауыз сөзбен айтар ойын тамамдапты. Самат, кешір, мен саған тұрмысқа шыға алмаймын. Жалма-жан кері қоңырау шалып еді, тағы да өшірулі. Енді не істемек? Қызба мінезіне салып, көлікті шапшаң оталдырып, ауыл көшесін шаңға көме отырып, Раушанның жан құрбысы Сырғалымға келе жатыр. Сырғалымның өзін іштей ұнататын көптен сезетін. Бұл тұғырықтан мені құтқаратын жалғыз сол Сырғалым деген Самат бір сәтке өткен күнді ойлауға шамасы келмеді. Сырғалым Саматтың өзіне ғашық емесін сезсе де, қиқар мінезінің барын 5 саусағындай білсе де, келін болуға қиындықсыз келісті. Достарымен бір машинаны бөліскен болашақ жұбайлар сигналын бейпылдатып ауылды 2 айналып есік алдына тоқтады. Қолына орамалын алып, жүгіре шыққан Шұғыла шешей машинаға беттеді. Ішінен түрі бөтен сөндіргенде түнеріп Самат шықты да, шешесіне ләм деп аузын ашпастан үйге кіріп кетті. Өзі асыға күткен Раушанның орнында бір уыс болып үрке қарап Сырғалым отыр. Шұғыла үстіне біреу мұздай су құйып жібергендей состиып тұрып қалған сездіргісі келмей, өзін күштеп күлдіріп, қызды шымылдыққа әкеліп отырғызды. Осылайша ашу үстінде ойланбай шешім қабылдаған Самат келіншек түсірді. Туған туыс тойлап мәз, тек көңілсіз жүрген Самат пен Шұғыла. Естігендер гө-гө өсек айтып, масқара өз құрбысының жігітіне үйленді десті. Той бітіп, үй іші саябырлап қалды. Самат жұмысқа кетіп, үйде жаңа түскен келіні мен енесі түскі астарын ішіп отыр. Келген күннен өзін жақтырмай, түртпектеп отыратын енесінің мінезіне Сырғалым сабырлық сақтап, шыдап келеді.
Оның бәрі Саматты ессіз сүйгендіктен. Анасы Самат келгенде мүлдем өзгеріп шығатын. Қызым деп айналшықтап бәйек болатын. Шешесінің өзін түртпектеп, кемсітіп, әр істеген ісін жақтырмай отыратын Саматқа мүлдем айтқан емес. Енесінің түртпектегені аздай, көрші ауылға 1 жыл бұрын тұрмысқа шыққан қайын әпкесі Жамал қайтып келді. Жамалдың айтуынша жолдасы күнде қол көтеріп, ащы судан сілтейтін көрінеді. Осыған шыдамаған екен. Аналық ақылын айтудың орнына шұғыла жұлқынып, бармайсың, ішіме сыйған қыз сыртыма да сияды, өздері сын алдыма деп шорт кесті. Бірақ Жамалды іздеген жан болмады. Сырғалымға Жамалым күн бермейтін, тіпті жуған ыдысынан шай ішпей, міндетсініп, бәрін қайта қопарып жүретін. Міне, содан бері 6 айда өтті. Сырғалымға Саматтың көңілі жібіп келеді. Себебі араларында дәнекер сәби болмақ. Сырғалым жүктіліктің 2 айында. Жамалдың жүрісі күннен күнге өзгеріп, түн баласы үйге қонбауды шығарды. Ауыл іші гу-гу. Самат әпкесімен сөйлеспек болып еді, тіпті бет бақтырмады. Өзім білемдіге салып, қайта Сырғалымға айдап салатын. Сырғалым әдеттегі дәрігерлік тексерістен келгенде үйдегі үлкен даудың үстінен түсті. Бір бұрышта шашын жайып, 2 тізесін сабалап шұғыла отыр. Сырттан аяғының ұшымен білдіртпей келіп, ішке кіруге қорқа соқтап тұрғанда енесінің таусыла сөйлеген сөздері ап-анық естіліп жатты. Сорлау, қайын ағаңнан басқа адам таппадың ба? Бетім-ай, бетім, не істесем екен? Неше ай болды балаға дегенді естігенде Сырғалымның жүрегі дүрсілдеп, бойын қорқыныш билеп, аузын қолымен баса қойды. Балаға 5 ай. Алдыртуға кеш. Мама, мен оны өмірге әкелгім келеді. Түсініңізші, бәрі осылай болады деп ойламадым деп солқылдаған Жамалдың даусы булығып. Өмірінде бірінші рет Сырғалымның қайын әпкесіне жаны ашып кетті. Ақырын ішке кіріп еді, енесі отыр дегендей белгі беріп, Сырғалымға бар жайтты баяндап берді. Бұл масқара бүкіл ауылға жайылды. Тез арада баладан құтылу қажет деді шұғыла, әбден жылап қарлыққан назалы үнмен. Ертеңіне ертемен шұғыла қаладан бір келіншекті ертіп келді. Үйдің бір бөлмесіне Жамалды жатқызып, түсік жасату үшін дайындай бастады. Ал Сырғалым болса, апатай, ойланыңызшы, сәбидің жазығы не? Егер қаласаңыз, маған беріңіздер. Ішімдегі баламен қосып өсіремін деген күйі енесінің аяғына жармас әлек. Жамал да көнбей, арғы бөлмеде арпалысып жатыр. Бір кезде әлгі келіншек шұғыланы дереу шақыртып алды. Есікті тар шауып, шұғыла ішке еніп кетті. Жарты сағаттан соң қолына пакет ұстаған шұғыла есеңгіреп шықты да, қолындағысын Сырғалымға ұстатып, мынаны үйдің артындағы теректің қасына көм деді. Дорбадағының ішіндегі заттың не екенін сұрауға дәті бармады. Сәбиді бөлшектеп алғанын Сырғалым қайдан білсін? Тек енесінің айтқанын екетпеуі тиіс. Сырғалым пакетті алып, теректің жанына келді де, ойланбастан дереу көме салды. Үйге келген соң барып, пакеттегі Жамалдың баласы екенін естіп, сол жерде талып қалды. Дереу жедел жәрдем келгенше, Сырғалым да бойына біткен сәбинен айырылып қалды. Барлығы өтіп, үйдегілер қаз қалпынша өмірлерін жалғастыруда. Тек Сырғалым енді тіпті сыртқа шығудан қалды. Болған жайтты тіпті Саматқа айтпады. Алғаш келін болып түскен сырласына айналған теректер енді оған сен қылмыскерсің деп сұқтана қарайтындай. Өткендегі өзі жерлеген пакетті қайтадан бейіт басына апарып көмгенін білсе де, Сырғалымның бойында қорқыныш сезімі өшпеді. Міне, содан бері шұғыла да Сырғалымға деген көзқарасын өзгерткен. Ал Қанат болса, армияда отан алдындағы борышын өтеп жатыр. Жамал да жұмысқа тұрып, баяғы әдетін тастап, түзу жолға түскен. Арада міне 5 жыл өтсе де, Сырғалымның тар құрсағы кеңімей қойды. Бармаған жері, баспаған тауы қалмады. Барлық дәрігерлердің жауабы бір. Денсаулығында кінәрат жоқ, күту керек. Самат анасының рұқсатын алып, Сырғалымды ертіп Астанаға жол тартты. Сондағы білікті мамандарға қаралып, психологтың қабылдауына жазылды. Көптен күткен жаңалықты бүгін Самат дәрігердің өз аузынан естігенде дереу анасына хабарласты. Мама, жақында немерелі боласыз. Сырғалымның халі жақсарып келеді. Бірақ біз осы қалада қаламыз деп шештік деді.
Шұғыла бұл шешімге қарсы келмеді. Себебі өзіне ғана аян. Самат пен Сырғалым бір-біріне бауыр басып, тату-тәтті тұрып жатты. Жақында армиядан інісі келмек. Соған орай ауылға барайық дегенде, Сырғалым іштей қарсы болса да келісті. Қорқынышы мен үрейін арқалап, Сырғалым қара шаңыраққа да келді. Саматтың қолын қыса ұстап, бір нәрседен қорқатын секілді. Жұбайы оның бәрін түсіріп алған сәбиімен байланысты деп ойлап, демеу көрсетті. Үй артына ақыры аяңдап келеді. Жүрегі өрекпіп, қанша қорықса да өзі сырлас болған теректерді көргісі келді. Бірақ бір сымның бойымен тізіліп, бой көтерген теректің ізі де қалмапты. Енесі шаптыртып тастаған екен. Шұғыла 2 жылдан бері жүрек дертімен ауырады. Бүгінде жүрегін әлсін-әлсін ұстап, Сырғалымды қасына шақырып, біраз шер тарқатты. Қызым, білемін, саған жасаған істерімді жуып шая алмаймын. Бірақ саған тек бақыт тілейтінімді біліп жүрші. Мына анаңды кешіре алсаң кешір деп, келіннің қолын қысып, еріксіз көзіне жас алды. Сырғалым бәрін де кешіріп, енесінің қолына көшіп келді. Күнде таңертеңгісін сәлемін салып, ақ батасын алатын. Төсек тартып жатып қалған енесін балаша әлдейлеп қарайтын. Анасының көпке бармайтын сезіп жүрген Қанат та іле-шала үйленді. Сырғалым келіні бір көргеннен ұнатты. Өзі секілді қарапайым, салмақты жан екен. Ал Жамал болса, бөлек үй жалдап, өзін тек жұмысқа арнаған. Тек жалғыз болғаны анасына аяздай батып, қызын аузына тастамай жататын. 2 жыл өткен соң, Сырғалым мен Айша Шұғыла аналардың қайтқанына 2 жыл толуына орай бүгін үлкен ас бергелі жатыр. Сырғалым бұрынғы теректердің орнына құлпырта гүл егіп қойған. Есік алдында Сырғалым мен Саматтың ержаны құлдырыңдап ойнап жүр. Қасында Қанаттың да қызы артынан еріп қалар емес. Өздері тәп-тәтті. Ал Сырғалым мен Айша абысын келін болып бір шай десіп ұрысып көрмепті. Бір шаңырақты бөлісіп, ауылдағы ең үлгілі отбасыға айналған. Ел-жұрт та тамсана қарайтын бұл отбасыға үнемі бақыт нұры шашылғандай. Назарларыңызға рахмет. Өз ой-пікірлеріңізді комментария бөлімінде қалдыра кетіңіздер.